Сәлем достар, бүгін сіздермен үй жағдайында дайындалатын өте дәмді, жұмсақ әрі хош иісті етті бәліштің рецептімен бөлісемін. Қамыры жұмсақ, іші шырынды болып піседі, отбасыма қатты ұнайды. Ал онда бастайық. Алдымен 150 грамм қаймақты алып, үстіне 2 жұмыртқаны жарып, жақсылап араластырамыз. Бір келкі масса шыққан соң, үстіне 1 бүтін маргаринімізді ертіп құямыз. Араластырып болған соң, үстіне шай қасық тұз және шай қасық қопсытқышты қосып, тағы да араластырып аламыз. Керек заттарымыздың бәрін жақсылап араластырдық. Енді ұн қоса отырып, қамырымызды жұмсақ етіп жасаймыз. Қамырымыз көріп тұрғаныңыздай дайын, енді 25 минутқа суық жерге алып қоямыз. Ал енді салмасын дайындайық. Салмасына жарты килограмм фарш, 2 дана пияз және 2 дана картофель кетеді. Пиязды турап, картопты үккіштен өткізіп, бәрін араластырамыз. Дәміне қарай тұз, қара, қызыл бұрыштарды салып, жақсылап араластырамыз. Құрақ болып қалмас үшін біраз қасық май қосып жібердім. Міне осымен салмамыз дайын. Енді дайын болған қамырымызды алып, 2 бөлікке бөлу қажет. Бір бөлігі үлкен, екінші бөлігі кішірек бола берсін. Үлкен бөлігінен бастаймыз, себебі бұл бөлігі бәліштің астыңғы жағына кетеді. Алдымен қолмен жайып алып, сосын оқтаушамен жайып шығамыз. Енді пештің домалақ тәріздес табасын алып, оған пергамент қағасын қойып, дәл видеодағыдай алдымен үлкен бөлігін жайып, үстіне салмасын салып, жайып шығамыз. Мен салманың үстіне жарты шай қасық болатындай сары майды қойып шықтым. Бәлішіміз дәмді болып пісу үшін. Енді бетіне кіші бөлігін жайып, бәлішті орап шығамыз. Бәлішті орналастырып болған соң, ортасын тесіп алдым және тек жұмыртқаның сарысын жағып шықтым. Үстіне безендіріп, кунжут сеуіп шықтым, сосын духовкаға 180 градусқа салып қоямыз. Дайындалу уақыты 45-50 минут. Ал біздің бәлішіміз дайын, әдемі болып шықты, ең бастысы өте дәмді, оңай жасалады және тойымды, сондықтан міндетті түрде қайталап жасап көріңіз. Видеомды соңына дейін көріп шыққаныңыз үшін рахмет. Егер ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, арнама жазылуды ұмытпаңыздар.